ана кішкене қобалжудан шығатын нәрсе ғой. Ал қазір өз-өзімді более-менее комфортно сезінемін да. Аяқ киім де жайлы. Аяқ киім де кішірейді. Негізі көшеде олай алып жүрмеймін. Көшеде қалай жүресіз? Нормально жүремін көшеде. Қалай жүресіз? Қазір келдім ғой, солай алып жүрмін. Түсінікті. Ақнұр қалай? Ақнұр жақсы. Керемет болып жатыр ма таныстық? Иә, өте күшті. Кедергі жоқ, мәселе жоқ, ұрыс жоқ. Негіз ондай айтарлықтай ұрыс, керіс ештеңе жоқ. Бірақ та жоқ. Жақсы таныстық болып отыр. Ал жарайды, Ақнұрды студияға шақырайық, келіңіз. Қош келдіңіз, Ақнұр. Бұл құймақтар, және айтайын ба, бұл неге? Өйткені сурет видео жоқ. Сразу ғой, аха. Өткен жолы болмады ғой, Өткен жолы бір болмады, бүгін екі тағы жоқ. Жандос, неге? Инстаграмға, тікелей эфирге кіргенде сондайсыз ғой? Жоқ, негізі бізде ше кездесу сондай көңілді өтеді да, біз фото, видео деген вообще. Бұл ақталу сылтауына жатпайды. Жоқ, орнына штраф алып келдік қой. Сонда суретке түсетін адамдар өте қызықсыз кездесуде бола ма сонда? Бұл? Сұрағым бар, неге сіз ондай фото-видео салмайсыз деймін да? Әлде қыздан ұяласпай, вообще историяға да сіз... Өзіңізді салғанда кереметсіз, бірақ неге қызды былай, мен таныс жүрген қызым деп вообще салмайсыз? Жоқ, негізі мен стористан қарап жүрсің ғой, бұл. Негізі мен белгілеп тұрып негізі сторис салам. Ал неге былай ортаға шығарып көрсетпейсіз? Айтып отырмын ғой, енді ондай қылып бір сурет. Негізі суреттер бір-екі-ақ сурет бар, бар. Оны просто мен жіберген жоқ, просто қысқа да олшы. Жоқ, Диана ханым, осы жерде Жандосқа айта салайын дедім. Негізі сенімен де сөйлескен болатынмын. Екі өзіңнің келген жұбыңа мысалы жөндеп көңіл бөлу керек еді да, осы жерге сен осы жердің тәртібін де білесің, барлығын білесің. Фото, видео жіберуің керек еді. Менің үміткеріме жазбай. Мен саған солай айтамын. Менің үміткеріме көңіл бөлгенше өзіңнің үміткеріңмен фото, видеоға түсіп осы жерге салуың керек еді. Менің үміткеріме көңіл бөлмей деп андай асыра сілтемей ақ қой, мен о жерде привет, қалайсың дедім да, болды. Одан кейін жазған жоқпын. Хотя маған жазса да, жоқ, ё-моё емес ол. Зачем емес? Просто керек деймін да, мен саған даже сыртта да айтсам, просто хорошо, что мен арғарай ответ берген жоқ саған. Егер де ол арғарай сен маған жібермеген кезде ол суреттерді вообще хуже болатын еді. Арай о жерде ответ берген жоқ емес, ответ ояқта көп болған. Просто ол жерде мен саған Санжар, мен саған сыртта да түсіндірдім ғой, мен просто сол эфирдан кейін Санжар таппай қалдым да, біз екеуміз бірге кетуіміз керек болған. Сосын мен соның үміткерімен бірге жүрген шығар деп Санжарға жаздым. Одан кейін мен Санжар, Жандос, жарайды. Қазір біздің алдымызда бұндай бір спектакльдің қажеті жоқ. Екеуіңізге бір ғана ортақ сұрақ. Не үшін Санжардың үміткері Арайлымды, қателеспесем есімі, алдап жүрсіздер? Бекзат пен Ақеркенің мәселесін енді жапқандай болып едік. Міне тағы да ондай бір алдау болмаса да кішігірім алдау. Әлде сіздердің де біреулеріңізді жобадан міндетті түрде шығару? Жоқ, ол алдау емес, Диана ханым. Мен шынымен де сояқта шыққан кезде кімнің Санжардың телефоны вне зоне болды да. Сосын мен өз парақшаңыздан жаздыңыз ба? Иә. Мен өйткені номерін білмеймін да, Санжар маған срочно керек болды да, бірге қайтып кету үшін. Бір жерге баруымыз керек болған. Сосын мен бірге жүрген шығар деп как раз сол күні келіп еді ғой. Сөйттім да, мен Арайлымға жаздым. Жоқ, ол жерде ештеңе де жоқ, мен перепискам әлі де бар. Маған не болды, не үшін деп. Не үшін олай бір-бірлеріңізбен ұйымдасып алып? Жоқ, Диана ханым, бұл жерде ұйымдасқандай емес, ол жынсыйдан басталды. Мына жерден шыққаннан кейін мен даже Жандостың өзіне айттым да, мен үй ішімнен ұялдым дедім. Жоқ, алып берген жоқ. Жарайды, содан кейін? Содан кейін өзіне де осыны айттым мен, Диана ханым. Мен үміткеріме, мысалы, не үшін сен жазасың? Мен мына жерден кеш шықтым ол кезде. Мына жерде даже енді біздің киіндіретін стилистер бар ғой, есікті соңғы жауып, мен өзімді кілтті әкелдім. Телефонын мен соңғы алдым. Ол маған айтты, далада күт деді. Мен шықсам, ол далада жоқ. Сосын барып мен үміткерімнен сондай сообщение келді. Сосын мен Жандосқа айттым. Жоқ, жігіттер, кішкене бар ғой, мына жерде Ақнұр, қош келдіңіз. Кішкене сөздің сұрақтың астарын түсініп тұрған жоқсыздар сіздер. Сіздерге айтып отыр. Бұл ситуацияны түсіндіріп отырсыздар, әрине, бірақ не үшін сіздер осыны әдейі жасап отырсыздар деген сұрақ қойылып отыр да? Санжар, сіздің хабарыңыз болды ғой, Жандос, сіздің үміткеріңізге жазатынында.
мен не үшін айтып отырмын? Өйткені осы өзінің үміткеріне уақытты бөлмей, осы жерге видео сурет Диана ханым жасап берсе болады ғой. Қазір мен айтсам, екі жігіт бірдей ұялып кетер, егер ұяттары бар болса. Диана ханым айтсам бола ма? Жарайды енді ортаға шығарған екенсіңдер, бірақ эфирге дейін сол мәселені шешуге болмайтын ба еді? Оны немене ол қайтадан қозғалсын? Просто қазір мына жерде сурет, фото мен видео жоқ болғаннан кейін мен айтып отырмын, мен үміткеріме жазған үшін осы жерде не жасамадың ба деп айтып тұрмын саған, ержігіт. Бұл өзара білмеймін енді. Ортаға бір жаңа тақырып алып келу мақсатында ма? Не үшін? Жандос, мойындайсыз ба? Сыртта мойындадыңыз ғой. Санжар сізге жаз дейді, сіз жазасыз. Сыртта мойындадым, нені мойындадым? Санжар екеулеріңіздің біліп барлығын істегендеріңізді. Жоқ, Диана ханым, о жерде ше, маған Санжар сен давай жаз, одан кейін андай мындай деген нәрсе болған жоқ. Қалай болды? Мен реально шыққаннан кейін Санжар таппай қалдым да, мен одан кейін жаздым аты кім еді, Арайлымға. Сөйттім да, артынша бір жарты сағаттан кейін ба Санжардың өзі маған шығып, одан кейін барып сөйлестім. Ал кімге Арайлымына маған ответ келгеннен кейін мен Арайлымға даже ответ қайтарған да жоқ. Жарайды, енді өзара бір дәлел болмай тұрғаннан кейін солай сенімді сөйлеп тұрған шығарсыздар, бірақ өтіріктің арты бірақ тұтам. Мен білемін, 100%-ға мен сенімдімін, бұның барлығын сіздер өзара ұйымдасып жасадыңыздар. Сыртта өйткені Жандостың өзі мойындағаны бар. Енді қазір енді эфир болғаннан кейін мен сізді түсінемін, өзіңіздің абыройыңыз үшін қазір басқаша сөйлеп отырсыз, бірақ бұндай бір эфир үшін өтірік киноның қажеті қанша қайтадан? Қайталап айтам, дәл сіз сияқты қатысушылардың кесірінен жобаның шынайылығына нұқсан келеді. Жоқ, Диана ханым, о жерде ше, олай қып істегенде маған толық не? Енді білмеймін ғой, ортаға бір қызықты дүниені алып шығу ма, бір-бірлеріңізді қызғанасыздар, одан кейін үміткерінен Санжар қызғанғандай болады. Сол ғой? Диана ханым, мен айта салайыншы, мына жерде қатысушылар біледі ғой, өткенде бірінші ситуация болғаннан бастап, әрең мен Жандоспен сөйлестім. Бұл жерде біледі, мысалы Даниярда болды, Гүлназым сенде болдың, иә? Бұлбұлда болды. Мен енді өкінішке орай аузыма келген нәрсені айтқан болатынмын, киінетін жерде. Одан кейін мен вообще айттым, сен сөйлеспей-ақ та қойды, маған ешқандай пікір айтпа дедім. Одан кейін бұл келді да сөйтіп айтты маған. Сен таппағаннан кейін деп, рас мен шыққан кезде Жандос болған. Жарайды, жігіттер, бұл жолы мен ақ өтірікші бола салайын. Бірақ енді ер азамат болғаннан кейін дәл осылай өтірік айтып отырғандарыңызға жол болсын деймін. Мен қашанда әділдік, шындық жолындамын. Мен білгеннен кейін бұл тақырыпты сіздерден өздеріңізден бәлкім мойындайтын шығар деп сондай мақсатта сұрадым. Қазір енді мен ақымақ қылып отырсыздар ғой, жарайды. Бірақ мен қайталап айтам. Мен 100%-ға екеулеріңіздің келісіп алғандарыңызға сенімдімін, менде ондай дәлел де бар. Қажет десеңіздер. Бізде жарнамадан кейін көрейік. Мүмкін біреулеріңіздің мойындағандарыңызды көрерміз. Жоқ, дәлел болса көрейік. Жарнамадан оралды, қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейін. Альбени байқауы біздің Инстаграм желіде жүріп жатыр. Өз парақшаларыңызға әдемі видеоны жүктейсіздер. Арнайы қосылайық, қос Альбени хэштегтерін қоясыздар да, әдемі әнді әуенді әндетесіздер. Үлгі видеоны барлығымыз көріп алайық. Біздің Амирдан осындай үлгі видеосы, қымбатты көрермен, дәл осындай видеоны сіздің парақшада күтеміз. Міндетті түрде шарт бойынша қолдарыңызда Альбени өнімі болу керек. Ең тамаша видео иесіне осы домбыраны Альбени өнімдерін ұсынамыз, қатысыңыздар. Ал ортада Жандос, менің әңгімем сізбен бітпеді, Жандос. Сонда қазір тікелей эфирде, күте тұрыңыз. Тікелей эфирде жүргізушіні осындай жағдайға қалдырып қойып отыра беретін ер азаматсыз ба? Мені өтірік шығып көрсететіндей? Мен әлі үміттеніп отырмын, я сіз, я Санжар. Екеуінің қайсыларыңыздың біріншісі болып мойындаса, сол ер азаматтың кішкене де болса ұяты бар деп мен есептейтін едім. Ал егер екеуіңіз бірдей мойындамасаңыздар, әрине өз таңдауларыңыз, бірақ жарнамада барлығы көрді, естіді. Дәлел ол адам, яғни біздің редактор. Қай жолды таңдайсыз? Оң жол мойындау, өйткені оны өз қолдарыңызбен істедіңіздер. Сол жол мойындамау, өйткені ұят болып қалады сіздерге.
Ал алдау тағы да ұят емес. Жандос, сіздің өтірік айтқан кездегі түріңізді мен жақсы білем ғой. Бірден жерге қарап, күрсініп, терең демалып, айтайын ба, айтпайын ба, қайсысы дұрыс деп. Жоқ, негізші. Қазір мойындамасаңыз? Жоқ, хорошо. Былай ғой. Мұсылман адам дейді да. Бүкіл жағынан болуы мүмкін да, бірақ ол өтірікші болмайды дейді ғой. Бұл жерде енді кім ренжісін, ренжімесін, біреудің көңілі емес, мен просто өзімнің ішкі жігітшелігіммен Құдай деп жүргенімен мойындайыншы мен. Ондай әңгіме болған Жанахан. Рахмет мойындағаныңызға, бірақ мотив дейді ғой, тіпті себебі қандай, не үшін, жігіттер? Сіз мойындадыңыз, сіз ұйымдастырдыңыз ба? Жоқ. Просто ортада сонда әңгіме болып кетті да, мен кішкене андай қалай өз-өзімді кішкене жайсыз сездім да сол жерде. И сол жерде сонда әңгіме болған. Соны мен қалай істегенімді мен даже білмеймін. Ояқта мотив, не мотив, басқасы деген білмеймін. Мен ештеңе ойлаған жоқпын. Жарайды деп келісе салдыңыз да? Иә. Жаздыңыз. Иә. Жоқ, қалай істегенің барлығын сен прекрасно білесің. Бұға дейін де джинсиді талай әдемі подходтармен күштілеп тұрып адар деттің ғой, жалпы негізі. Жас бала, кішкентай бала десе ренжейсің, Жандос, шыны керек. Бірақ мынау істеп отқан ісің дәл сол сөзге соответственно болып отырсың да сен мына жерде қазір. Дұрыс па? Қазір еркекше өзің мойындадың қателігіңді. Жандос мойындады, Санжар мойындай ма екен деген сұрақ. Маған көрсетсін, вот сен соны сөйтіп айттың, істедің деп. Егер де сондай болатын болса, сөйтіп айтты, сол сондай болды деп. Мен сені шығып осы жерден эфирден күткен біраз қой. Мен 2 көше төмен кетіп қалғаннан кейін сенен звонок келді. Сол кезде мен сені айттым, есік алдында сен болған жоқсың дедім. Ал мен қазір уже өз шаруаларыммен кетіп бара жатырмын. Мен қазір қайта берем дедім. Сен айттың, на выходных тогда дедің. Болмады ма? Ал бәрін өтірік деп айт ондай болса. Жоқ, хорошо, Санжар, сен кетіп қалдың, кетіп қалмадың деп атқан жоқ. Ол кезде жоқ, жазды, ой, мен айтты оны саған деп. Жоқ, ол кезде менде Ақнұр болды да, мен есіктің ала шыққан кезде сен күтетін шығар дедің. Сен болмадың, енді мен ойбай Санжар деп мен енді өзімнің үміткерімді тастай салып, мен сен күтпеймін ғой. Кейіннен мен саған звондадым, Санжар, 10 рет звондадым саған. Мен білмеймін, бұл жерде любой нәрселеріңізге дайынмын, бірақ мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Өзім шындығымда қаламын мен. Диана ханым айтса болады ма? Әрине. Бұл жерде негізі сендер түсінбей отырсыңдар. Неважно, ол кім-кімді күтті. На самом деле келісу болды ма деген сұрақ болды, и соны айту керек еді. Миды ашып жіберіңдер кішкене. Мынандай нәрсе ғой, осы Жандос, осы эфирге келгелі бері бақылап жүрмше, біресе ана қызбен сөйлеседі, біресе мына қызбен сөйлеседі. Кішкене торымыз ба кішкене мен түсінбедім о жағын. Бірақ біресе шалбар падарт едесің, біресе ол шалбарды 2 рет падарт едесің. Енді ұйымдастырып отқандарың мына нәрсе. Сен шынымен де эфирде бір көрінудің амалын іздейсің да, саған жар табу емес, саған үміткерге көңіл бөлу емес, саған бір эфирде әйтеуір түріңді бір көрсетіп қалу деп ойлаймын мен. Сол себепті менің жеке пікірім, сен үйленуге дайын емессің, жасың кеп тұрған шығар, бірақ сенің мыслена миың дайын емес оған. Жоқ, мен айтайыншы, жаңа бері айтып жатыр ғой, Санжар айтып жатыр, өзіңнің үміткеріңе көңіл бөл. Негізі Жандос мен келгелі мені вниманиесіз қалдырған емес. Жазады, звондайды, тексереді, кездесуге өзі шақырады. 24/7 маған көңіл бөледі. Жанахан, бірақ енді сізге көңіл бөлген әрине дұрыс, бірақ бізді мазалап тұрған басқа мәселе. Өкінішке орай. Мен әлі де өзімді бір жайсыз күйде сезініп отырмын. Шын айтамын. Жоқ, Диана ханым, сізденше кешірім сұраймын. Бүкіл ұжымнан кешірім сұраймын да, просто мен бияқта новичокпын десе мен қате шығар, бірақ енді мен әлі де бұл жердің несін толық білген жоқпын да, и өзім де сондай состояниеде болғаннан кейін, сондай предложение келгеннен кейін мен келістім. Бұл жерде кінәлі мен, Енді қараңыздар, ұсыныс келді, мен келістім деп жатырсыз. Ұсыныс болмады деп Санжар шырылдап отыр. Жандос қайдағы ұсыныс, мен өзімді әрең ұстап отырмын қазір, мен саған бар ғой, үндемей. Қоя қойсайшы болды, өтірігіңді соқпай. Жоқ, хорошо, бұл жерде мен өтірікші олайын ұсыныс болған жоқ. Бәріміз өтірікші бола салайық, сен ақшын босшы. Жана ханым айта кетсең, Хорошо, сен осында келгеніңде барлығы бола салсын,
барлығы осындай. Қалай келдіңіз, не істеген, барлығы солай бола салсын ондай болса. Санжар, қазір әңгіме Жандостың қалай келген емес, басқасы емес. Жоқ, мен деген шындықты айтам дейді Диана ханым. Келген кезде шындығын айту керек еді ондай болса. И қазір мен айтып отыр, сен кінәлісің дейді. Үші мен өтірік алдай алмаймын дейді. Диана ханым, Келген кездің бұл жерге қатысқанша жарайды. Не үшін екен мен қазір өзімнің нем бойынша түсініп отырғаным, алдында біз енді Санжардың жанында болдық та, сол кезде ең басында негізі бұл нәрсенің басталғаны Санжардың жекесіне өтті ғой Жандос. Сол кезде Санжар қатты ашуланып кетті да, эфирдан кейін өз-өзін ұстай алмай біраз жерге барды. И сол кезде менің ойымша Жандос туралы Санжардың сіздерге айтар ақпараты бар да, и Жандос содан қорқады. Сол үшінде бұл жолы жаман көріну үшін осы жерде Жандос соған келіскен сияқты. Өте қызық екен, енді бір жерде отырып бір-бірлеріңізді қорқытып талай дүниелерге келістіріп отырсаңыздар. Диана ханым, Айдана. енді естіп отырмыз ғой, жаңа енді Жандос айтып жатыр ғой, бүкіл шындықты айтайын, маған Санжардың тарапынан ұсыныс түсті, мен өзім қалай оны жасап қойғанымды білмеймін деп. Жандос, мен түсінбеймін да, просто адамдарды, которые сіздер енді игрушка емессіздер ғой, дұрыс па? Сіз біреудің қолындағы марионетка емессіздер, чтобы прям сіздерді тура бауырап алып, міне осыны жаса деп, өзің бір сондай бір жасап кеткенді білмей қалатындай. Егер де осындай действительно ұсыныс түссе, және де сен оны орындасаң, я, онда бұл жерде қателік екі жақтан да, Диана ханым. Менің ойымша, егер де ондай действительно болса, тек қана Санжарды кінәлай бермей, бұл жерде Жандостың да кінәсі бар. Енді кем дегенде екі тарап кінәлі, бір тарап өзінің қателігін мойындап отыр ғой, я, деп. Ал бір тарап әлі де қызба мінезге салып, жоқ деп жоққа шығарып жатыр. Жандос, Гүлназымның айтқаны рас па? Санжар, біз білмейтін ақпаратты білуі мүмкін бе сіз туралы? Жоқ, ол ондай бар болса, бүгін нүктесін қойып тастайық. Жоқ, ол ондай ақпарат емес, бір прям мен қорқып қалатын, содан соның айтқан істеп жүретіндей ақпарат емес. Хорошо, айтам десе айта берсін, ол ондай қатты бір үлкен значение имеет ететін нәрсе емес. Демек бар дейсіз. Андай емес, бірақ кішкене бір нәрсе бар дегенге келтірді сіздің жауабыңыз. Жоқ, өзінің ойынша типа бір мен шантажировать еткісі келеді да, сондай нәрсемен. Хотя мен ондай нәрседен қорқып тұрған жоқ. Гүлназым біледі, содан кейін айтты деп отырмын да мен. Өйткені бір сенімділікпен айтты да, осылай болды, осылай сияқты, бір қорқыту бар сияқты Санжардың тарапынан деді. Я, Диана ханым, мен білгеннен кейін айтып отырмын да, и одан кейін Жандос, сізде ол нәрсені Санжар сізге айтқаннан кейін де сіз Санжардан кешірім сұрадыңыз ғой. Сол кезде біз жанында болдық та, Данияр екеуміз ше. Даниярымыз тағы Асылбек болды, бірақ ол кезде ол Асылбек телефонмен сөйлесіп жатқан. Данияр, сіз де болыпсыз, енді сізден сұрайыншы. Қалай бар, солай барлығын ашып айта салсаңыз. Білесіз ба, эфир біткеннен кейін екеуміз бетте-бетке қалдық қой. Иә. Сол кезде сіз менен сұраңыздар, Санжар не айту керек деп. Санжарды кішкене қинасаңыз біраз нәрсе айтады негізде. Сіз сөйтіп маған айттыңыз, киінетін жақта не болды, бір нәрсе айтам деп еді ғой, сізге айтты ма дегенде, қаласаңыз Санжардың өзінен біле аласыз деп айтты. Бұл жерде енді екеуінің арасындағы құпия ғой, айтса Санжар өзі айтқан дұрыс. Бірақ сіз ол құпияны білесіз. Білем. Ол құпия бір анау айтқандай, бір Жандосқа кесір тиіп кететіндей құпия ма? 50-50 деп айтайын, может ол уже кеш ол уже, может. Бүйтіп істелген тірлік істеліп қойды уже. Не актуальный ол да мүмкін. Бірақ бар. Диана ханым, айтсам бола ма? Мен енді мынандай нәрсе ойлап отырмын да, бізде Жандос енді өзін көрсетіп үйреніп қалған жігіт қой, постоянно әйтеуір жаңа джинсы сыйлайды, болмаса әр қызға бір подкаст жасайды. Бұл жерде Жандостың бір өзінің ұйымдастырып отқан нәрсесі сияқты бұның бәрі, я біз келісіп алдық деп өткен Санжардың мойындамай отқанына қарағанда. Диана ханым, енді жаңа мына жерде ол жерде раздевалкада мен де болғанмын. Раздевалка болдым, ең бірінші күні шалбар берген кезде мен болдым. Қатты ашуланды Санжар, өте қатты ашуланды, аузына келген нәрсесін айтты. Сол кезде сен не дедің, Жандос? Сен шынымен негізі үйленуге келмегенсің сен. Диана ханым, оны мен нақты айта аламын. Өзін көрсету үшін, жай өзін көңілін көтеру үшін ба білмеймін, түсінбеймін енді. Мен содан кейін Санжарды түсініп отқам, сол жаңа Гүлназымның айтып қалған сөзінен кейін, егер типа маған көмектеспесең, мен сенің артыңды ашам деген дүние негізі айтылып тұр.
Жана ханым айтсам бола ма? Бұл жерде просто Санжардың ренжігені ол кезде бір мен саған бұл уақытқа дейін бір жекеңе өтіп бір намысыңа тиетіндей ештеңе айтқан емеспін деген сияқты бұл кісіге просто ескертіп айтты да, бірақ ол кезде әлі ондай нәрсе айтпаған. Жандос өзі историяға шығып, әдеті бар ғой, прямойға шығып, Санжарды жамандаған, біраз нәрсе айтқан, мен деген андай-мындай деген екен, Санжар одан самайын ашуланды. Сосын историяға үйтіп шыға бермей, онда мен деген сияқты сол кезде ғана айтты Санжар, мен ол кезде қасында болдым. Диана ханым, айтайын дегенім бар ғой енді, достар, құпия деп айтпаңыздаршы енді оны. Егер де уже Санжар, қазір саған егер де Санжар, Жандос егер де өз құпиясын действительно сыр ретінде айтса, оны басқа біреуге айту, немесе біреуді там угрожать ету ол дұрыс емес. Екеулерінің араларында ғана қалу керек нәрсе болды. Бұл жерде уже Данияр білет, оның қасында Гүлназым білет. Ол же құпия нәрсе емес. Жоқ, негізі мына жерде бәрімізге қызық болып отыр ғой. Былай негізі былай не ма? Андай сені сыртта бір қызбен ұстап алды ма? Или бір қызбен сөйлескенде көріп қалды ма? Не енді? Жоқ. Қандай нәрсе бізге қызық болып отыр сөздің шыны керек? Жоқ, қыздардың дым қатысы жоқ бұяқта. Ешкімнің қатысы жоқ па? Қатысушылардың? Жоқ, ешкімнің қатысы жоқ. Асылбек шыдай алмай бара жатыр. Гүлназым. Ойланып қалдым да, сұрасам ба деген ғой, Жандосқа қосылайыққа қатысы бар ма? Енді прям 100% қосылайық туралы болмаса да, екеуміздің ол прям бұл жерге бүйтіп шығатындай нәрсе емес, просто екеуміз сөйлескен диалог қой ол. Ешқандай диалог емес, Жандос бұл жерде. Как есть айт. Как есть айт. Сен шындықты жақсы көресің ғой. Мен мына жерде өтірік жасадың, енді келіп келесен қадабың, сенің маған жіберген, менде даже дәлелдің оның барлығы бар. Мен саған айтқан, мен жекем өтпе деп. Сен не деп айттың? Жаңа ендері дұрыс айтады. Эфир ғой, ода тұрған нең бар дейді. Сен де маған қымыз бымыз деп айтасың ғой деп айттың. Сол кезде мен саған айттым, мен по факту осы жерде болған нәрсені айтам дедім. А сен не дедің? Мен вообще киіміме сен тисе бастадың. Ол жерде мен киім талқыланып жатыр ма? Сосын не дедім сен? Прямой эфирға шықтың, мен туралы нәрсе айттың. Қазір мойындайсың, либо ренжіме. Сен де өтірік нәрсені айтасың ғой. Мен қазір қосып, өзіңе мен жібергем оны. Жоқ, мен саған қазір... Білет мына жерде. Жоқ, Санжар, мен саған ренжімеймін да. Айтшы, бәрін айтшы. Сен айт. Сен жібердің сол маған, сол голосовой. Давай, мен айтып берейін онда. Семьямызбен араласып отырық қой. Ол кісі үміткер күтіп отыр ғой? Уже семья емеспіз, ладно, көрші ғой. Енді айт деп атсың, сен де айт. Жоқ, Данияр, сен араласпай қой, Санжардың өзі айтсыншы. Сенің өзіңнің аузыңдан шыққан сөздерді неге сен айтпайсың, қазір мен айтуым керек? Егер мен білсем, егер менің қолымдағы ақпарат болса, мен қазір айта салатын едім. Созып сен айт, жоқ сен айт демей. Жарайды, Диана ханым, осында келмей тұрып, қаншама уақыт Жандос айтады ғой жерде, мен таныйым деп. То есть, менімен араласады екен, якобы, былай. По работе ғана болған кезінде дейді. Потом, білмем қай жерден Қосаяқтың аты шыға бастады. Әңгімелерінде. Солай ғой. Айналшықтап осы жерде жүрдің машинамен. Участник емесің сен ол кезде. Ол кезде үміткер ме? Үміткер де емес даже. Үміткерліктен кейін? Вообще аты да жоқ Қосаяқта. Дейін, бәрінен дейін. Айналшықтап осы жерде бір жарты сағат, бір сағатта жүреді, бұл мен күтеді. Маған бірдеңке айтшы, анан айтшы дейді. Мен даже бар ғой, вот өзі де біледі, біреуіне бір машинасына барып отырып деп сондай бір әңгіме айтқан жоқпын. Өзі мен қатысушы қалай болам деді. Сосын? Әңгіме содан басталды. Егер де сен маған сенбесең, ол жерде сен кіммен сөйлесесің, сен сол жерде ең ескі қатысушылардың бірісің деді. Сен мен танығаннан кейін соның барлығын маған айт деді. Нені айт дейді? Қалай мен қатысушы болам дейді. Ол былай тұрсын. Бұл жерде айтады ғой, мен үйленуге келдім, тағы бірдеңке деген сияқты. Иә. Заң жүзінде дейді. Заң жүзінде. Заң жүзінде? Осы жердегі бір редакторға ақша ұсынам дейді. Сен мені түсіріп берсең сол орынға дейді. Сізге? Маған айтады. Сен сол редактормен жақсы сөйлесесің ғой дейді. Сен мені сатып алғысы келді. Көпір бол дейді, иә, сізге редактормен? Көпір бол дейді. Мен саған даже заң жүзінде соның барлығын жасап, сенің ақыңды жемеймін мен. Сонда жемқорлық заң жүзінде қалай жүреді екен деген сұрақ? Просто былай маған өзінің голосовойына не айтты, соны өзіне айтып отырмын да қазір. Одан кейін
Қысқасы қатысушы болудың амалын жасады, сізден сұрады жолын. Иә. Ақша ұсынды. Егер сен мені сол жердегі шешетін редактормен байланыстырсаң, мен ол редакторға қомақты қаражат берем дедім. Мен былай айттым, ол көнген жоқ оғанда. Бірақ қойған жоқ. Мен айтам, маған ақшаның предлагать етіп не қатысы бар деймін. Мен мына жерде мысалы 3 жыл отырмын, мына жерде бір қатысушы естідім ма, мен бір редакция бәріне бірдей қарайды. Мен 40 жыл отырайын, 10 жыл отырайын, мен бір бөліп не емес, бүткіл қатысушыларға бірдей. Просто бұл жерде үйленем деп айтып ап, бірақ менің нақты басты міндетім маған қатысушы болу керек. Соған ақша тықпалағысы келді. Құдай-ай. Осы жердегі бір редакторды сатып алғысы келді сонымен. Енді біздің бағымызға орай, біздің қуанышымызға орай ондай қомақты қаражатқа да сатылатын қызметкер біздің арнада, біздің жобада жоқ екен, Құдайға шүкір. Сонда Данияр, Гүлназым, сіздер осы әңгімені білесіздер, е? Осы әңгімені біледі, өйткені мен прямой эфирда жаңағыны айтты ғой, өздері де шықтым, шыққаннан кейін ойладым, киінетін жерде ол эфир ғой деп маған айтты да, ол жерде қатысушылар естіді. Шыққаннан кейін прямой эфирдің ары қарай жамандап жатыр ғой, менде даже ондай трико жоқ, менде анандай жоқ деп. Жандос, енді сізден тыңдайық, барлығы осылай болды ма? Байсыз ба соншалықты қосылайыққа қатысушы атану үшін ақша ұсынатындай? Жоқ, прям ондай емес. Бұл жерде ше бар енді арасында мен қатысушы болғым келген, иә. Өйткені мен бұл жерде мұқтаж адамды мен үйленгім келді осы жыл. Өйткені шынымен де айтып отырмын, мен сіздерге айтып отырмын, мен өтірік айтпаймын мен. Возможно, бағана сізге бір рет не алған шығар. Негізінде мен осы жыл үйленіп кеттім келді, Диана ханым. Өйткені мен әке-шешем жасы күннен күнге андай жасарып баратқан жоқ. Үйде вообще келін жоқ. Мен осы жыл үйленіп, қолдарын жылысуға салғым келеді. Мен шынымен де осы жыл ниетім түзу менің. Осы жыл үйленгім келген. Енді сіздердің бағдарламаларыңызға келгім келгендер Санжарды мен баядан танимын, бірақ енді Санжарды бұндай жігіт деп ойлаған жоқ мен бұл жерде ше. Бірақ мен шынымен де енді қатысушылар болғаннан кейін мен просто сұрадым да, кімге мен обращаться етейін, кастинг қаяқта өтеді деген сияқты. Енді осы жерде жүргеннен кейін мен Санжарға келгенім рас ол. Сен өзің қандай мағынада жібергеніңді. Мына жерде мен де жынды қылдырмай қойшы. Енді сен ол жерде ше керек болатын болса, қазір телефонды алып келеміз да, сенің айтқаныңды қосып саламыз. Жоқ, хорошо. Санжар, просто ол жердегі жоқ, өйтіп мені бұл жерде жай бір андай бір жертва болып істемей ақ қойшы, как будто мен бір андай емес деп. Жертва емессің бұл жерде жертва емессің, Санжар. Гүлназым мен Данияр. Санжар, сен доказательство, даже сен қандай тонмен ақша предлагать еткеніңді. Давай мына жерде мен жынды қылдырмай ақ қой. Жоқ, хорошо, Санжар, бұл жерде сен жертва емессің, мен бәрін мойындап отырмын ғой бұл жерде. Редакторлар сен тыққың келген соның ішіне. Қоя қойсайшы болды, мойындайсың, либо бұл жерде отыра бер осылай. Енді соның бәрін мен үндемей бәрін жұта беруім керек осы жерде. Есть предел уже. Енді Санжар, сіз соның бәрін біліп кепсіз, өзіңіз осы жобаға адал болсаңыз, қазір неге айтып отырсыз? Бас кезде айтпадсыз ба? Сен жігітің не деп отыр қазір? Бізде жарнама. Жарнамадан оралды, қымбатты көрермен, дәл қазір экранға назар аударсақ. Ағашты көздің қарашығындай сақтаймыз. Короче говоря. Белгілерде қалып қойған екен. Бұлбұл Асылбек дейді, шалма дейді. Бұлбұл күзем алу дейді. Және нучонда тағы бір белгі, бастаңғы. Ой, жігіттер. Енді сұрақ. Қайсыларыңыз бұл жобаға біреуге ақша беріп кірдіңіз? Жоқ, осы жерде Диана ханым менше бір взяточник сияқты болып қалдым ғой. Бұл жерде мен ешкімге ақша бермегем. Жоқ, бірінші сұрайық. Асылбек, микрофонды сұрап жатыр екенсіз? Я негізі Диана ханым шокпыз ғой бәріміз енді. Негізі мен мына жобаға басында кастингке келгенде автобустан келген ғой. Жалпы 80 теңгемен келдім. Негізі бәрін білетін шығарсың, біреулерін біледі, біреулерін білмейді. Сөздің шыны керек, енді өзімнің бағымды сынау үшін кастинг болғанда кастингке келдім. Бірақ ешкімге ақша берген жоқпын. Өз бағыма орай кастингтен өттім. Қазір осы жерде өзім бақытымды іздеп отырмын. Бірақ андай ақша берді деген әңгіме, ол білмеймін енді жігіттердің арасында не үшін қозғалып жатыр мұндай тема. Диана ханым, енді негіз бар ғой, енді жоба сыртында отырған адамдар үшін бәлкім енді болады ғой, жобаның шынайылығына да оларда бір күмәндары бар, және де енді кез келген Қазақстанда өмір сүргендіктен кішкене сондай бар да, ойлайды да, бәлкім осы жемқорлық арқылы осылай бір кіріп кетсем ба деген арам ойлар көп адамдарда болады. Менің ойымша Жандос жай ғана көрермен ретінде ойлаған шығар, мына жобаға осы ақша беріп кеп кіріп кетсем болады ма екен дегендей. И Санжарға айтқан, бірақ та енді Жандос, қалай келдің жобаға? Соны айтшы. Жоқ, Асылбек бияқ автобуспен келсе, мен жігітше айтам, метромен келген бірінші рет.
тура осы жерге метро келеді ғой. Мен де қарапайым бір бай біреудің баласы емес. Неге біреуге бір сондай ақша ұсынған кезде демек сіздің ақшаңыз көп қой? Жоқ, ол қалай метромен келе қалдыңыз? Жоқ, шынымен де мұқтаж болғаннан кейін мен келдім да осы жерге. Мен жоқ, ондай ойлар мен айтайыншы, менде ой болды, бірақ сол Санжармен сөйлескеннен кейін менде ол уже сейіліп кетті да, ондай нәрсе ше. Кейіннен мен уже осы жақтағы кастингке жауап беретін редактормен сөйлескеннен кейін, шын мұқтаж болғаннан кейін ол кісілердің мен көзім жетті, что бұл жерде ақша решать етпейтін. Бұл жақта кім шын мұқтаж, сол адамды ғана алады екен. Бұл жерде мен ешкімге ақша берген де жоқ, менен ешкім ақша алған жоқ. Мен бұл жерде бір взяточник сияқты болып қалдым, олай емес. Диана ханым, мен айта кетсем бола ма? Мына жерде кім Асылбек айтпақшы, бәріміз шок болып отырмыз ғой. Мен таксист Асхат болып келдім, таксист Асхатпын да, мысалы қарапайым. Сен келген кезде қандай едің, Жандос, қазір қандайсың? Сен негізі өзгергенсің. Сен айтпай-ақ қой, негізі мен сені баяғыдан танимын. Мына жерде айтсам ұят болып қалады да просто. Былай айтқанда, короче, сен үйлену үшін келген адам емессің. Үйлену үшін келген адам нақты болады да, бір адамды ұнату деген сияқты. Сен нағызға секіресің, надан не істемен келгелі бір. Қаншама нәрсе істедің ғой сен, шынын айтқанда. Жоқ, ол ше, Асеке, ол әрекет қой ол. Өзіңмен примерно болады ау деген қыздармен, мен танысып жатырмын былайша. Просто менде болмай қалады ондай нәрсе. Сізге сұрақ, Санжар неге сонша қатты ашуланып, жарнамада да көрдіңіздер, неге ондай күйге түсіп кетті? Шырылдап, айқайлап. Данияр, сіз білетін шығарсыз мүмкін себебін. Ақыры сізге өзің бір жарасын, мұңын айтып жүр екен. Мына жерде ондай Санжарды мен соңғы жылдары бірінші рет көруім, шынымды айтам. Қызарып кеткен, мына жақта ешкімді тыңдамайды, ешкімге сөз бермейді. Қалай бар, солай айтыңыз. Біз білмейтін тағы не бар бұл жерде? Онысын білмеймін, Диана ханым, мен бұлай толық қол ақша деп жатыр ғой, бұлай шет жағасын естідім, мен соны айтайын деген, негізі ақша ортада деп бұлай Санжар айтқанда мен толық білмеймін оны. Санжардың ашылып отқаны жаңағы сен менікін аштың, мен сенікін аштым деген әңгімеге соған не істеп отқан шығар енді. Енді бірде-бір болды ғой. Жандос мына жақта үміткерге байланысты әңгімені ашып қойды. Санжар өзінің құпиясын айтты. Сенген шығар Жандосқа осындай енді. Жаз деді, сен айтып қойдың дегеніне соған бір іш ашып отқан шығар, бүйтіп жігіт деп сендім деп. Диана ханым, бір айтып кетейінші бола ма? Енді жаңа Жандос айтып жатсың ғой, сен мен ешкім ақша берген жоқпын, анау-мынау деп жатсың ғой, ешкім ақша алған жоқ деп жатсың. Бұл жерде мәселе сен берген бермегенде емес, ұсынғаныңда болып тұр да. Сен сонда сырттағы шеше алмаған мәселелердің бәрін ақшамен шешесің ба сонда, Жандос? Мен ешкімге ұсынған жоқ, мен просто Санжардан сұрадым. Жоқ, ұсынды, видеосы бар тұр ғой, міне Гүлназыммен кім естіді деп тұр ғой. Жоқ, ондай прям беріп атқан или бір редактормен сөйлесіп атқан нәрсе жоқ ол жақта. Просто мен Санжардан сұрадым, мен кіргім келеді осы жаққа. Жолдарын айтып жүрші, маған может, ол жерде ше мен ақша беремін, болды, Санжар, давай кіргіз деген нәрсе емес. Может, сондай жолмен может кіретін шығармын деген сұрақ ол әшейін. Жандос, сен қазір Гүлназымның әңгімесін тыңдашы, сен өзің жіберген записін өзің естіші деп жатыр да. Сен значит, сен жіберген записьте сондай әңгіме болған. Бұл әңгіме бекерден бекер ортаға шықпайды ғой. Мөлдір, сіз не білесіз? Енді не білем дегенде мен Санжармен жақын араласам ғой, о бастан келгелі бері. Соңғы кезде Жандоспен үйге постоянно бірге қайып жүрміз да, тоже Жандосты кішігірім былай танып біліп келе жатырмын. Негізі енді Жандос ол бір анау айтып бара жатқандай бір жаман, бір қара ниетті, арам ондай адам емес. Негізі ақ көңіл өте. Кішкене бір сем қалады да, енді қалай айтсам екен? Айта беріңіз. Айта бер, барлығын ба? Енді кішкене біздің Қазақстанда бір барда енді ол. Сол әңгіме деген сияқты. Енді сол жағымен былай қарастырып көрген ғой, енді қатты келгісі келіп деген сияқты. Санжарға келетін болсақ, Санжар енді өз-өзін күтіп қалған ер азаматтардың бірі ғой. Енді киім туралы әңгіме болғасын, о бастан қатты жанды жеріне тиіп кетті да, сосын Жандосқа қадалып қалған сияқты. Негізі мынау енді ақша жайлы болып кетті ғой әңгіме. Негізі сіз қанша беріп кіріп едіңіз? Жоқ, ол ақша, мысалы мынау бар ғой, негізі мына тема дұрыс болды, өйткені сырттағылар көбісі ойлайды, негізі бұндай әңгіме болған, өйткені мынау да сырттың баласы болды, бұның ойы опана неғып ақша беріп кіре ма деген сияқты. Бұл жаққа ешкім ақшамен кірмейді. Бұл жаққа шынайы үйленем десең кіргізеді. Үйленесің, кәдімгідей осы жерде жауабым немен шығасың, мен сияқты, как мен келе жатырмын ғой бүйтіп. Сол сияқты, сол үшін ондай ешқандай да ақша жоқ бұл жерде. Бәріміз кәдімгі қарапайымбыз, Диана ханым өзіңіз білесіз. Солай болып келдік, қарапайым болып әлі отырық. Жоқ, Диана ханым ақтөре дұрыс айтып жатыр. Мен сыртта жүрген кезде возможно сондай ойлар болды да, келгеннен кейін мен түсіндім, что ондай нәрсе жоқ екен. Мен өзім ешқандай ақшасыз мен де келгем сөйтіп. Енді сарымайдай сақтаған құпия бүгін ортаға шықты, Санжар өзі айтты. Енді араларыңызда ешқандай бір келісім, сен мынаны істемесең, мен сенің сырыңды ақтарып қоямын дейтіндей дүниелер болмайтын шығар. Әлде бір-бірлеріңізге тағы тапсырып қойған, жасырып қойған құпияларыңыз бар ма әлі де? Жоқ, Диана ханым, мен андай ғой. Шынымен де бағана кім Моля айтып отыр. Мен ақ көңілмін да, мен сеніп қоя беремін, андай немін ғой.
по себе судить етем да, мен негізі егер сіз ақша алсаңыз, демек редакцияда бәлкім бір ақша алып қоятын шығар деп сөйтіп ойладыңыз. Жоқ, олай емес. Просто мен сендім да, давай сондай нәрсе дегенге мен сосын келісе салдым да, Диана ханым. Бұл жерде мен кінәм, бұл жерде бүкіл полностью кінә мен өзіме алайыншы. Өйткені мен оны айтқаннан кейін мен оны қабылдадым. Мен оны жерде өзім осознанно өзім жаздым, істедім. Барлығына мен кінәлі болайын осы жерде. Диана ханым, айтып жіберейінші осы жерге жандосқа жаңа по себе судить деп сен өзіңді негізі көрсетіп қалдың шынымен ақшаға жақын екеніңді көрсетіп қалдың. Сол үшін ғой енді бұл жерде сенің тарапынан сондай дүние ұсыныс түскені. Мен айтқым келеді, жандос, бұл жерде ешкім ақшамен келген жоқ. Менің өзім действительно қатты қиналғам соншалық, кейде жаңағы ата-анамнан да сұрап кететін кездер болады даже. Болады ғой енді тамағыңа дейін. Сол үшін бұл жерде ешкім өзінің тек имеется в виду енді жаңағы жұмысымыз тек суббота воскресенье ғана ғой, Диана ханым. Сол үшін айтып жатқаным ғой. Кейде ата-анамыз көмектесіп тұрады деп жатқам. Сол үшін ондай жаман ойды ойлама. Сізден кешірім сұраймын, енді біз өзіміздің әңгімені, өзіміздің мәселені қозғап қуалап кеттік. Сізге мүлдем уақытымыз да жетпеді. Енді барлығы сіздің таңдап келген қатысушыңыздың арқасы деп айтайын. Бір қызға жазам деп, бір қалды басы бәлеге, ақша ұсынам деп, 2, Санжарға сырымды жасырдым деп, 3. Енді білмеймін, Санжар қатты қазір кімге сыртта ашуланып отырғандығын мен түсінбедім, бірақ Санжар сізден. Егер бұны білсеңіз, әу баста бізге айтуыңыз керек еді. Эфирде айтатын едіңіз. Таныстық жалғаса ма? Бүгін мүлдем еш нәрсені талқылап та үлгермедік. Әрине, жалғасады. Келесі жолы уже фото, видеомен жақсылап келеміз. Ақнұр, айып етпеңіз. Келесі жолы міндетті түрде әдемі әңгімемен жалғастырамыз. Әдемі кездесуден тамаша сурет, видео күтеміз. Қымбатты көрермен, осындай да тақырыптар енді шығады екен. Бұл маусым таңғалдырудан шаршамайды. Біз таңғалудан жалықпай жатырмыз. Әлі 1,5 айдай бар. Ол кезде не болатынын бір Құдай білсін. Ертең 14:30-да Еуразия бірінші арнасында қайта қауышамыз. Сау болыңыздар.